Рамазан, қош келдің Рамазан. Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Оразаға байланысты сұрақ-жауап айдары эфирде. Студиямыздың қонағы Әзірет Сұлтан мешітінің найып имамы, ислам танушы Ғазиз Ахмет бізге келіп түскен сауалдарға тұрақ түрде жауап беріп отыратын болады. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Бізге келген сауалдардың алғашқысы: темекі шегетін кісіге ораза ұстауға бола ма? Альхамдулиллахи уассалату уассаламу аля расулилля. Бұл темекі шегу мәселесі өз алдына жеке тыйым салынған істерден болып есептеледі. Ал енді ораза ұстап жүрген адам темекі шеге алады ма деген мәселе келсек, темекі шеге алмайды. Өйткені ішіп жеу оразаны бұзған секілді, темекі шегу де оразаны бұзады. Соның үшін бұған тыйым салынады. Ал енді адам 30 күн бойы ораза кезінде осы темекіні шекпей, уақытын өткізіп осы дұрыстыққа ұстанып жүреді ғой. Сол уақыттарда осыны пайдалана отырып, бұдан кейін де осы темекісін тастап кеткен ең абзал болып есептеледі. Өйткені ораза дегеніміз адамның іс-әрекеттерін және баршасын түзеуге арналған іс-әрекеттерін, өзінің ақыл ойын баршасын түзеуге арналған құлшылық болғандықтан, адам тақуалыққа жеткізу керек болғандықтан, осындай жаман істерді осы оразаны пайдаланып тастап кеткен ең абзал болып есептеледі.